кетпесін, астарындағы тақтарын еш уақытта ажырап арылмасын өздігінен. Босақтарыменен қоса барып, әр қазақтың, әр мұсылманның шаңырағында қызық қосып қуаныш. Армяндар тәтті тағамдармен алып теңіздер ерекше қарқынмен ерекше шараппен сіздерді осы 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен, бірлік күн мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл елімізде тату-тәтті өмір сүріп келе жатқан ауыз бірлігі мен ынтымағы жарасқан түрлі ұлт өкілдерінің және бүкіл қазақстандықтардың мерекесі. Елбасының даналықпен жүргізіп келе жатқан саясат арқасында қазақ халқы мен барлық этностардың өзара сыйластығы мен достығы дамуымыздың басты кепіліне айналды. Соның нәтижесінде кез келген қиындықты жеңе отырып, экономикалық белсенділігі жоғары мемлекет ретінде әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатын батыл іске асырамыз. Тек қана ассамблея үшін немесе ассамблея мүшелері үшін ғана емес, баршамыздың тойымыз, барша қазақстандықтардың тойы. Міне сондықтан да жобалық сот ұжымы бүкіл сот қауымдастығы арнайы бағдарлама арқылы осы
мерекені баршамызбен бірге осындай дәрежеде қарсы алып мерекелеуге, мейрамдауға біз шешім қабылдағанбыз. Сол мерекеге келгендеріңізге баршаңызға рахмет. Осы Қазақстан халқының ауызбірлігі арқасында сот қауымдастығында да қазақстандықтардың әртүрлі этносы мен 28 түрлі ұлт өкілдері қызмет істеп жасап жатқанын сіздерге тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Және де осы күнді пайдаланып біз жоғарғы сот ғимараты тек қана адамдарды, кінәлілерді айыптайтын ғимарат емес, барлығын ашып, балаға, жас баламен осындай көңілді оқиғаларды сыйғыза алатын ғимарат екенін, яғни соттың беті демократиялық және халықтық бет екенін сіздер тағы бір көрсін деген оймен осы шараны ұйымдастырып. Қазақстан Халқы Ассамблеясы көп ұлтты еліміздің барлық этностардың мүддесін ескеріп, елдің даму мәселесіне ұлтты топтастырушы, қоғамдық келісімді қамтамасыз етуші бірден-бір стратегиялық институт. Осы институттың мүшелері Қазақстан парламентінің мәжілісінің депутаттары және осы ассамблеяны елбасының орынбасары ретінде басқарып отырған Ералы Толықбайұлы, сіздерге тағы да қош келдіңіздер деп айтып, осы биылғы 20 жылдық мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Халық игілігі үшін елбасының тапсырған ісімен істеп жатқан еңбектеріңізге тек қана жеміс тілейміз. Елбасы Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылған күнді жыл сайын барлық этностардың бір-біріне деген мейірбандық танытып, ол адамдарды өз туғанындай қабылдаған қазақ халқына алғыс айту күні ретінде тың бастама көрсетті соңғы сессияда. Қазірдің өзінде алғыс күнін атап өту халықтық қолдауға ие болуда. Ол күнде анықталатынына біз сенімдіміз. В основе всех этих крупнейших мероприятий лежит вопрос единства. Если не было бы единства, не было бы никакой победы. Поэтому президент именно объявил годом ассамблеи, потому что на ее базе формируется весь наш внешняя и внутренняя политика нашей страны. Поэтому президент буквально недавно подписал указ о награждении наших граждан страны юбилейной медалью, посвященной 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Я поздравляю всех тех людей, кому не безразлична судьба нашей страны. Поздравляю всех тех, кому не безразлична судьба своей семьи. Вот так, наверное, формируется единство и политика нашего президента. Я думаю, в таком великолепном здании, я думаю, в всей судебной системе, я думаю, происходит огромное событие, которое имеет душевные, внутренние, глубинные, наверное, чувства. Если это состояние мы сможем довести до всех наших областных, районных звеньев, я думаю, это будет огромная победа. Марьян Абразакович, огромные слова благодарности, потому что вы тот человек, который рядом с президентом возглавляли и возглавляете сегодня, и рядом с вами все ваши коллеги, наши старшие арашки, которые сегодня пришли поделиться такой радостью. Я думаю, есть и молодое поколение, которое как раз есть продолжение, наверное, преемственности наших традиций. Поэтому я благодарю суд, наверное, должен быть по-настоящему народный. Вы сегодня показали пример, каким он должен быть. Я вас всех поздравляю, желаю успехов и удачи.
сәтте мүмкін емес. Қаншама мына жерде біздің ел ағалары осындай тамаша наградаларға, алғы сөздерге ие болып отыр. Бір жұмадан бері бұл мереке тойланып келе жатыр. Ол мерекенің бастауы неден басталып жатқанын білесіздер, ел барлық бірлік мерекесімен жалғасып жатыр. Сондықтан да бүгінгі кеш қуаныш үстіне қуаныш, ал қуанышта әрине ән болу керек, би болу керек. Биіне көз айырып болайық. Қошемет достар. Өзімнің жүрек жанды әнімді осы кешке арнайы бір алғаш рет орындағалы жатырмын. Сен ешқашан өзгерме деп аталады. Осы әдемі халқымызда мәңгі қалайық, нұрланайық, гүлденейік. Білмейді іздеп мен сенің, өмірді оймен өлшедім, өзіңмен өткен күндерді жанымнан бердім бөлшегін. Ағанды күндей көріппін, ағарған таңда көріппін, есімнен қалай таңдарып, елес боп қайдан жолықтым, елес боп қайдан жолықтым. Шыр ойнаған сөздерде, нұр ойнаған көзінде, аймен бірге айналған аяулы бір кездерде, өмірдің зулап өтерін албырт көңіл сезгенде, мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме. Сүйегің қандай тектеді, көздерің қандай от деді, жаныма шуақ құйылып жұтқандай болдым оттегі. Сәуірді келген сәулелім, сәулеңді таппай әуремін, ғайып боп кеткен бір сәтте, дәуірге татыр дәуренім, дәуірге татыр дәуренім. Шыр ойнаған сөздерде, нұр ойнаған көздерде, аймен бірге айналған аяулы бір кездерде, өмірдің зулап өтерін албырт көңіл сезгенде, мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме. Құрметті достар, ақтап отырған барша қыздар, келіңіздер, бері қарай. Барлықтарыңызды биге шақырамыз. Жақсылап бір билейік. Көңілдірек, ешқашан өзгермейік. Şır oyna
көңіл сезгенде мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме, сен ешқашан өзгерме. Тамаша, бәріміз орнымызда қаламыз. Бүгін ат салысқан қанекей барша іс-шараға қатысқан адамдарды келіңіздерші. Әр ұлт өкілдерін сахнаға шақырамыз. Өйткені қазіргі 90 сөздің тобықтай түйіні, тобықтай әні осы бір Қазақстан деген әнмен әуелетіп, әдемі бір нүктесін қойсақ деген ойымыз бар. Кеттік олай болса. 17-ші трек. Егеменді еліміз жасасын. Заманымыз тыныш болсын. Әрқашанда қарыштап дами берейік. Жаса Қазақстан! Жалғаудастан бастау алған байырғыдан дастан болған бостандығын, батыр еткен бабалардың аманатын ақтаберлер қосқан үмін. Жусаңыйсың жұпар көрген жан шуағын жұртқа берген мейірманды туған елім ай. Кемелденіп берендерің өрлей берсін өріндерің елім. Қазақстан, 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 азат елім, байтақ далам, Қазақстан. Көк байрағың, көкте шалқып, Қазақстан. Күллі ғалам, құрмет қылсын, Қазақстан. Арман құсын айласпанға, арнамысын алдаспанға тапсырғанда, тұлпарлардың тұяғы мен түп қазығын тарихын қақтырғанда, тәубет жалын көрген қайратымен бәрін жеңген көк байсалы көк жал елім ай. Қыран болып ұл қыздарың жарқырасын жұлдыздарың ел.